Баршаларыңызға сәлем. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын ұн қуырдақ дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Яғни еліктен өткен ұнымызға бір ас қасық тұзымызды, бір жұмыртқамызды және салқын суымызды құйып, қаттылау етіп, қамырын илеп дайындап қоямыз. 20 минуттай қамырымыз тынғанша қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, менде тұздалмаған ет, керек мөлшерде тұзын салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Осылайша қызарып қуырылғаннан соң үстінен пиязымызды қосамыз. Пиязымыз кішкене қуырылғанша бетін жауып бұқтырып қойып қоямыз. Жай отта, енді қамырын жая бастаймыз. Осылайша қамырымызды жұқа етіп жайып, бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Осылайша енді қызып тұрған тапамызға екі бетін аударып, 1 минуттан ғана осылай қыздырып алатын боламыз. Осындай ақ болып шығу қажет, қатты кептіріп тастамаймыз. Осылайша біздің қамырымыз дайын. Барлығын дәл осылай қызып тұрған тапамызға екі бетін аунатып осылай қыздырып алатын боламыз. Осылайша барлығын дайындап, енді барлығын осылай кесіп шығатын боламыз. Осылайша біздің қамырымыз дайын. Барлығын осылай үстінен кішкене 50 грамдай ғана сұйық май құйып, барлығын дәл осылай араластырып қойып қоямыз. Енді осылай біздің пиязымыз қуырылып шықты. Осылай картошка салсаңыздар да болады. Енді осының үстінен 200 грамдай ғана салқын су құйып, үстінен қамырларымыздың барлығын салып, 7-8 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Осылайша 7-8 минуттан кейін бетін ашып, осылай аударып, дайын болды. Өте дәмді, ерекше дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға осылай жасап, дәмін көруге кеңес беремін. Достар, видеом ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз. Ас болсын.